Ораза айт әлем мұсылмандарын бірлікке, жақсы істердің ұйытқысы болуға шақыратын мейрам. Айт намазы осы мерекенің ең негізгі құлшылығы болып саналады. Ораза айт Рамазан айынан кейінгі Шәуел айының бірінші күні. Мұсылмандардың маңызды діни мерекесі. Исламдағы екі айт мейрамның бірі. Бұл күні мұсылмандар мешітте жиналып, жамағатпен айт намазын оқиды, және бұл күні ораза ұстауға тыйым салынған. Ендеше ораза айтты қалай дұрыс өткізуге болады? Айт намазына дейін қандай амалдар жасап үлгеруіміз қажет? Әйел адамдарға бұл күні қандай тыйымдар салынған? Бұл туралы осы видеода біле аласыздар. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып арнаға жазып кетіңіз. Менің каналымда сіз көптеген пайдалы ақпараттарды біле аласыз. Ораза айт Рамазан айы аяқталғаннан кейін басталатын берекелі мейрам және бүкіл мұсылман қауымы үшін қасиетті күн. Ораза айт кешірім мен мейірімділік мерекесі. Бұл күні бейбітшілік пен келісімнің жаңа айы. Мейрам басталар уақытта адамдар жаман ойларды санасынан өшіріп, жан дүниесін рухани тазартуы қажет. Мұсылман қауымы оразадан кейін Құдайдың дұға тілектерінің орындалатынына сенеді. Мұсылмандар арасында ораза айт намазына барарда әдеттегідей сәресін ішіп, ауызды бекітіп бару керек деген мәлімет кең тараған. Алайда айт күні Рамазандағыдай сәресін ішудің қажеті жоқ. Шариғатымызда мұндай міндет жоқ. Тек айт намазына шығарда тақсан болатындай бір немесе 3 құрма жеп шығу пайғамбарымыздың оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын сүннеті болып табылады. Ораза айт алдымен мешіттен бастау алады. Күллі мұсылман таң атысымен Алланың үйіне қарай ағылып алдымен құлшылық жасайды. Пайғамбарымыздың оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын көрсетіп кеткен амалдарын істеу сүннет болады. Жуынғанда дененің барлық бөлшектеріне су баруын қадағалау керек. Ауыз қуысымен мұрынды да шаюды ұмытпаңыз. Мисуақ болмаған жағдайда тіс пастасы, щеткасында қолдансаңыз болады. Бастысы ауыз қуысының тазалығы мен жағымсыз иістен арылу. Алайда пайғамбарымыздың оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын әрдайым қолданған мисуақтың пайдасы ұшан теңіз. Киіміңіз жаңа не болмаса таза болғаны дұрыс. Қолыңыздан келгенше Құран тыңдап, дін өкілдерінің уағызын естуге үлгеріңіз. Кейін айт намазын оқып, құтпа тыңдаңыз. Ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам жасағандай, тақсан болатындай бір немесе 3 құрма жеу. Ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам өсиетінде айт күні бірінші орындайтынымыз намаз оқу делінген. Айт намазы дінімізде уәжіп амал болғандықтан, пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын өмірінде оны бір ретте қалдырмай оқыған. Ислам кез келген мерекенің ғибадаттармен өткерілуін құптайды. Сондықтан айт мерекесі арнайы ғибадаттармен басталады. Айт намазы үшін азан айтылып, қамат түсірілмейді. Намазға бет алған кезде бір жолмен барып, екінші жолмен қайту сүннет болып саналады. Сүннет бойынша мұсылман адам намазға шығар алдында құрма дәмінен ауыз тию керек. Бұл пайғамбарымыздың оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын оразаның аяқталып, айт күндері басталғаны жайында берген белгісі. Пітір садақасы Рамазан айында, яғни Рамазан айы басталғаннан бастап айт намазына дейін аралықта берілу қажет. Егер пітір садақасын бермегендер болса, бірінші кезекте айт намазына дейін пітір садақасын беруі тиіс. Айт намазынан кейін берілген пітір садақа жай садақа болып қалады. Мерекелік үстелде дәстүрлі түрде қойдың еті, зәйтүн майы, құрма, нан және пісті тағамдары болу керек. Ораза айт мерекесінде дастарханды тәттілермен де безендіруге де болады. Айт күндері тәкбір айту дінде заңдастырылған амалдардан. Алла тағала Құран кәрімде сендерді тура жолға салған Аллаға шүкірлік етулерін үшін санын толтырыңдар, әрі Алланы ұлықтаңдар. Имам әз-Зухри былай деп баяндайтын: адамдар тәкбірлерді айт күні үйінен шығар кезде намаз орындалатын жерге барғанға дейін және имам көргенге дейін айтатын. Шариғат заңына сәйкес мерекелік түні мұсылман қауымы тәкбір айтады. Аллаху әкбар.
мағынасын білдіреді. Ал бұл сөз Алла ұлық деген мағына. Әйелдерге ерлердің қатысуымен тәкбірді қатты дауыстап айтуға тыйым салынады. Тәкбір уақыты мерекелік күннің басталуымен айтылады. Ислам дінінде әйел адамға жұма және мерекелік намазда орындау міндеттелмеген, бірақ дұға тілек тілеулеріне тыйым салынбаған. Намаз оқу барысында әйел адам ер адамнан алыс тұрғаны абзал. Жазбаларға сүйенсек, әйел адамның физикалық табиғаты ер адамды азғырады. Сондықтан да мерекелік күндері әйел адамның мешітке барып намаз оқуы міндетті емес. Керісінше үйде отырып оқылған намазы мен дұға тілектері 2 есе қабыл болады. Видеоны соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет. Видео ұнаса лайк басып арнаға жазылып кетіңіз. Бұл каналда сіз көптеген пайдалы ақпараттарды біле аласыз.